Тележүргізуші Дина Төлепберген баласының 2 айлығына қарамастан жұмыс істеп, бағдарлама жүргізгенін айтты. Айтуынша, ұлын жолдасының туған күнінде өмірге әкелген екен. Мен 2 ай 10 күнімнен бастап жұмыс істей бастадым. Телевизияда анаммен бірге, анашым жаңалықтар жүргізіп жатқан кезде режиссер операторлармен бірге отыратынмын. Көп мониторға қарап, тып-тыныш жату керек. Өйткені тікелей эфир. Ыңқылдай бастасаң болды, бірден гримерныйға бет бояйтын жерге апарып тастайды, деп жазды тележүргізуші парақшасында. Ұлыма жазып жүрген күнделіктен. Бүгін оның туған күні, оның әкесінің туған күні, менің ана болған күнім. Қатар келген 3 ұлық мереке. Арулар күйеуге туған күніне ұл сыйлаған күшті екен. Кейін сыйлық іздеп әуре болмайсың, деді ол. Туған күндеріңмен бақытты берекелі ғұмыр тілеймін. Мен де күйеуіме туған күнінде ұл сыйлағанмын. Құтты болсын балаңыздың туған күні, денсаулығы мықты болып, алдыңызда аман болсын. Ғұмырлы болсын, мықты денсаулық тілеймін. Құтты болсын, бақытты болыңыздар, деп жазды Жора Жолдас әріптестері.